Еріншек адамға ағылшын тілін қалай үйренген дұрыс? Маған Инстаграмда осындай сұрақ келді. Сол сұраққа жауап беруге тырысайын. Менің ойымша, еріншек адамға ең дұрысы ағылшынша курсқа барып жазылу. Үйіңізге ең жақын ағылшынша курс беру орталығын тауып аласыз да, соған жазыласыз. Аптасына 2 рет немесе 3 рет 1 сағаттан сізге жеткілікті. Еріншек адамға неге курсқа жазылуға кеңес беремін? Себебі еріншек адам өз бетімен жасауға ерінеді. Мысалы, үйде болса алаңдайды, телевизор қарап кетеді, соцсеттерге кіріп кетеді деген сияқты. Ал егер сіз курсқа жазылсаңыз, сіз ешқайда қаша алмайсыз. Сізге бар болғаны курсқа бару керек болды. Одан басқа сізден ештеңе талап етілмейді. Сіз тіпті үй жұмысын жасамасаңыз да ағылшынша тіліңіз дамиды. Просто сабаққа барсаңыз болды. Мысалы, өзіңіз ойлап қараңыз, сіз телефонға күніне қанша уақыт құртасыз? Кез келген смартфонда, iPhone болсын, Android болсын, қай программаға қанша уақыт құртқаныңызды сізге көрсетіп береді. Көбіміз минимум 1 сағат құртамыз. Енді ойлап қараңыз, сіз аптасына 3 рет 1 сағаттан ағылшынша курсына барсаңыз, сіз ешқандай уақыт жоғалтпайсыз. Бар болған 3 сағат қана 1 аптаның ішінде. Сондықтан еріншек адамдарға мен курсқа жазылуды кеңес беремін. Себебі бір нәрсені жасағанда ең қиын нәрсе ол бірінші алғашқы қадам. Егер алғашқы қадамыңызды жасасаңыз, ары қарай бәрі оңай болып кетеді. Ағылшынша тілін үйренуге келгенде де дәл солай. Сізден бар болғаны алғашқы қадамды жасау ғана талап етіледі. Яғни сабаққа барып жазылу. Бұл кеңес ағылшыншаны мүлдем білмейтін немесе енді үйреніп жатқан адамдарға арналған кеңес. Ал егер сіз ағылшыншаны уже білетін болсаңыз, сіздің деңгейіңіз pre-intermediate болса, онда мен сізге болашақ бағдарламасына түсуге кеңес беремін. Неге? Өйткені сіз болашақ бағдарламасымен оқуға түссеңіз, сіз шетелде 1 жыл боласыз және 1 жылдың ішінде сіз ағылшыншаңызды өте үлкен дәрежеге жеткізесіз. Болашақ бағдарламасына түсу талаптарын мен орысшаға қарап шықтым. Бұрынғыдан дым өзгермеген. Сізден бар болғаны университетке түсу ғана керек етіледі. Кейбір университеттер сізден бар болғаны IELTS-тан 5,5 баллды талап етеді. Сондықтан IELTS-ыңызға дайындалыңыз, 5,5 балл алыңыз, университетке түсіңіз, болашақ бағдарламасына тапсырыңыз және шетелде 1 жыл минимум оқып келіңіз. Сол кезде сіздің ағылшыншаңыз өте жоғарғы деңгейге жетіп қалады. Болашақ бағдарламасына түсу ол бөлек тақырып, оны бұйырса бөлек видеода айтып берем. Бүгінге осы, мен 2 кеңес берем. Енді үйреніп жатқан болсаңыз, курсқа барып жазылыңыз. Ал егер де сіздің ағылшыншаңыз уже бар, бірақ жоғарғы дәрежеде болмаса, онда сізге болашақ бағдарламасына тапсыруға кеңес берем. Видео ұнаған болса лайк басып, каналыма жазылуға ұмытпаңыз. Алдағы видеоларда кездескенше.